Төтенше жағдай кезінде қазақстандықтар виртуалды өмір сүріп жатқандай ма? Мәселен, банк, халыққа қызмет көрсету орталықтар сынды мекемелердің жұмысы интернет арқылы жүзеге асуда. Оқушылар қашықтан білім алып жатыр. Ал мамандандырылған әкімшілік соттың да жұмысы интернетке көшкен. Соттың онлайн түрі қалай өтуде? Бірге көрейік. Сот жұмысы онлайн режимге көшкелі айыпталушы мен басқа қатысушылар да бір-бірімен кездеспейді. Мысалы, прокурор өз үйінде немесе жұмыс орнында отырса, айыпталушы полиция қызметкерінің бақылауымен үйінде, әлде қамалып отырған жерінен байланысқа шығады. Процесс бастан аяқ жаңа технологиялардың көмегімен өтеді. Бейне байланысқа шықпаған тарап сот шақыртуын елемеген болып саналады. Төтенше жағдай жарияланғалы бері мамандандырылған әкімшілік сотта 384 іс қаралыпты. Жылдам онлайн арқылы істерді жүргізіп отырмыз. Яғни бізде Нұр-Сұлтан қаласында 4 аудандық ішкі істер басқармасы бар. Әрбір аудандық ішкі істер басқармасының полиция қызметкерлері хаттаманы толтырғаннан кейін өздерінің жұмыс орындарында онлайн режимде орнатылған құрылғылары арқылы біз сот отырысын өткізіп отырмыз. Онлайн сот арқылы 3 аптаның ішінде 202 адамға айыппұл салынып, 122 азаматқа қамауға алу жазасы тағайындалған екен. Мамандардың айтуынша, қатаң тәртіпке құлақ аспағандардың көбі карантин аймағының шекарасын заңсыз кесіп өтпек болғандар. Мәселен, тосқауыл бекеттерде 125 іс тіркелген. Азаматтардың арнайы органда тіркеусіз, қазіргі кезде көп қаламызда көбейіп кетті, маскаларды сату, яғни медициналық маскаларды сату. Осы медициналықтарды сату, арнайы рұқсатсыз сатып алу фактілері анықталды жаңа 59 іс. Сол 59 іс бойынша 15 айлық есептік көрсеткіштегі айыппұл тағайындалып отыр. Әкімшілік соттың әр процесі орташа есеппен 10 минутқа созылады. Бұл дәстүрлі тәсілге қарағанда әлдеқайда жылдам әрі тиімді. Бұнда күнделікті карантин талаптарын бұзғандардың ісі қаралып жатыр. Қамауға алынғандар да бар. Судья карантин дауласатын емес, татуласатын уақыт дейді. Руководство статьей 829 прим. 14 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях суд постановил признать Юшкана Владимира Владимировича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренное пунктом 6 статьи 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.